Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгін сіздермен осындай тоқылу өте оңай, өте әдемі осындай шайнектің астына қоятын прихватка тоқып үйренетін боламыз. Бұл прихватканы тоқу үшін біздерге жіп, крючок және де қайшы қажет болады. Менде 100% акрил, 50 граммда 180 метр және екінші номерлі крючокпен тоқитын боламын. Видеоны қарамас бұрын достар, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ең алдымен осындай дөңгелек тоқып аламыз. Естеріңізде болса, ең бірінші сабақтарымызда біздер столбик с накидімен тоқылатын, шайнектің астына қойылатын подставка тоқыдық. Сол подставка секілді етіп тоқып аламыз. Сол подставканың видео сабағын сілтемесін описание қалдыратын болам. Тура солай етіп, сол сабақтағыдай етіп, осы дөңгелекті тоқып аламыз. Қатары маңызды емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тоқи бересіздер. Мен 6 қатар тоқыдым. Егер қаласаңыздар 5 қатар, 3 қатар өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тоқи бересіздер. Одан да көп болуы мүмкін, аз болуы мүмкін. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Осы дөңгелекті тоқып аламыз. Сонан кейін ары қарай бірге тоқитын боламыз. Ары қарай мен ақ жіппен тоқитын боламын. Петляға крючогымызды кіргіземіз. Жібімізді іліп аламыз. Екі воздушный петля тоқимыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Осы петляға крючогымызды кіргізіп, жіпті іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Екі петлясынан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз. Екі петлядан өткіземіз. Яғни біздер екі столбиктен бір столбик шығардық. Енді екі воздушный петля. Жіпті крючокқа ілеміз. Осы петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз, екі петлядан өткіземіз. Яғни столбик с накидімді аяқтамай тоқимыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Осы петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз, екі петлядан өткіземіз. Яғни столбик с накидім аяқталмаған тоқыдық. Енді осы екі столбикті, аяқталмаған екі столбикті бір столбик етіп тоқитын боламыз. Жіпті крючокқа ілеміз, 3 петлядан өткіземіз. Сонда бізде аяқталмаған столбиктен бір столбик шығардық. Яғни екі столбик с накидімнен бір столбик с накидім шығардық. Енді екі петляны тастаймыз. Үшінші петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз, екі петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз, тағы да петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз, екі петлядан өткіземіз. Жібімізді крючокқа ілеміз, 3 петлядан өткіземіз. Екі воздушный петля тоқимыз, 1, 2. Жіпті крючокқа ілеміз. Осы петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз, 2 петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз. Петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа іліп, 2 петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз, 3 петлядан өткіземіз. Тағы да тура осылай тоқимыз. Яғни екі петляны тастаймыз, үшінші петляға крючогымызды кіргізіп, аяқталмаған столбик с накидім тоқимыз. Жіпті крючокқа ілеміз, тағы да аяқталмаған столбик с накидім тоқимыз. Жіпті крючокқа ілеміз, осы екі столбикті
бірге тоқитын боламыз. 2 воздушный петля. Жібімізді қайтадан крючокқа іліп, осы петлядан өткіземіз. Аяқталмаған столбик с накидом біреу, аяқталмаған столбик с накидом екеу тоқимыз. Сонан кейін осы 2 аяқталмаған столбикті бір столбик етеміз. Неке осылайша қатарды айналдыра тоқып шығамыз. Өзіміз осылайша тоқып шығайық. Неке қатар тоқып алдық, енді бірінші петлямен біріктіреміз да қатарды аяқтаймыз. Енді мына ортаға өтуіміз керек болу үшін біріктіру арқылы осылай ортаға өтіп аламыз. 2 воздушный петля тоқимыз. Жіпті крючок қылеміз. Осы жерге столбик с накидом аяқталмаған тоқимыз. Жіпті крючок қылып, осы 2 петлядан өткіземіз. 3 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3. 3 воздушный петля, жіпті крючок қылып, тағы да аяқталмаған 2 столбик с накидом тоқимыз. Осы жерге тоқитын боламыз. 1 және 2. 2 столбик с накидом аяқталмаған. Содан кейін екеуін біріктіріп тоқимыз. Арқарай тура осылай әрбір мына арқаға тоқып шығамыз. 2 воздушный петля. 2 воздушный петлясы бар, арқаға тоқимыз. 2 столбик с накидом аяқталмаған тоқимыз. Және екеуін біріктіріп тоқимыз. 3 воздушный петля. 2, 3, 2. Осы жерге тағы да столбик с накидом аяқталмаған тоқимыз. 2. Арқарай тура осылай тоқимыз. Яғни әрбір арқаға осылайша тоқимыз. 2 столбик аяқталмаған тоқимыз. Оны біріктіреміз да 3 воздушный петля, тағы да 2 столбик с накидом аяқталмаған тоқимыз. Және оны екеуін біріктіретін боламыз. Неке. Осылайша әрбір арқаға айналдыра тоқып шығамыз. Осы бір қатар тоқимыз, онан кейін тағы да тура осылай етіп, тағы да бір қатар тоқимыз. Яғни мына арқаға тоқитын боламыз. Өзіміз осы қатар тоқып шығайық, сонан кейін тағы бір қатар тоқып шығайық. Неке мен қатар тоқып алдым, енді келесі қатар тоқимыз. Ол үшін бірінші петлямен біріктіреміз. Біріктіру арқылы ортаға өтеміз. 3 столбик с накидом тоқимыз. Осы жерге тағы да столбик с накидом тоқимыз. Осы жерге тағы да столбик с накидом тоқимыз. 3 воздушный петля бізде бір столбик с накидымды алмастырады. Сонымен бізде 3 столбик с накидом. 3 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3. Осы жерге тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, және 3. 3 столбик с накидом. Арқарай келесі арқаға тура осылай тоқимыз, яғни 3 столбик с накидом, 3 воздушный петля, 3 столбик с накидом. Воздушная петля, 3 столбик с накидом.
Неке осылайша қатарды тоқып шығамыз. 3 столбик с накидом, 3 воздушный петля, 3 столбик с накидом. Әрбір аркаға осылай тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неке мен қатар тоқып алдым. Енді екінші петлямен біріктіреміз да қатарды аяқтаймыз. Сонан кейін осы жібімізді қиып тастаймыз. Түйеміз. Мына жіпті жасырып қоямыз. Жіптерін бәрін жасырып алдық. Енді мына сиреневый жіптен тоқитын боламын. Петля крючогымызды кіргіземіз. Жібімізді іліп алып, осы жерден шығарамыз. Бір воздушный петля. Ары қарай келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Онан кейінгі петляға столбик без накида тоқимыз. Мына аркаға столбик без накида, 3 воздушный петля, 1, 2, 3. Мына бірінші петляға крючогымызды кіргізіп, пико жасаймыз. Яғни крючогымызды кіргіземіз, жібімізді ілеміз, осы жерден шығарамыз. Және мына петлядан өткіземіз. Бұл бізде пико. Осы жерге тағы да столбик без накида тоқимыз. Неке. Онан кейін 3 столбик. 3 столбикке 3 столбик без накида тоқимыз. Осылайша тоқимыз. Тағы да бір рет көрсетейін. Яғни 3 столбик без накида, 2, 3 столбик без накида, аркаға 1 столбик без накида, 3 воздушный петля, 2, 3. Мына бірінші петляға, мінекей, бірінші воздушный петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді ілеміз да, мына петлядан өткіземіз. Мінекей, бұл бізде пико. Осы жерге қайтадан столбик без накида тоқимыз. Ары қарата 3 столбик без накида, яғни. Келесі петляға столбик без накида. Келесі петляға столбик без накида. Неке. Бізде осылайша шығады. Яғни әрбір петляға столбик без накида, ортадағы петляға столбик без накида, 3 воздушный петля. Бірінші петляға біріктіріп, пико жасаймыз. Онан кейін столбик без накида. Онан кейін ары қарай столбик без накидамен тоқып шығамыз. Мінекей осылайша барлық арқадағы петляның барлығын осылайша тоқып шығамыз. Өзіміз осы қатар тоқып шығайық. Мен барлығын тоқып алдым. Енді бірінші столбикпен воздушный петля, онан кейін столбик. Сол столбикке біріктіреміз. Сонан кейін жібімізді қиып тастаймыз. Жіпті түйеміз да, мына жіпті жасырамыз. Нәтижесінде осындай әдемі прихватканы тоқып шықтық. Достар, сіздерге видео сабағы ұнады деген ойдамын. Егер видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментария қалдырыңыздар.
бастысы менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта шығатын мастер-класстарды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.